китепканасы. Жалпы 17.000 китеп бар бұл жерде. Мынакей өзіңіз көріп тұрғандай Чыңгыз Атабыздың өзінің шығармалары, ошол Чыңгыз Атабыз менен бирге тұрған аксакалдар. Андан шығарып, Шекер айылдың өзінде бүгінгі күнде 15-тен ашық жазушы шыққан. Ошо жазушылардың китептері бар да бұл жерде. Бұл жекебіз ошо китепкананың жетекчиси. Рахмат. Allah razı olsun. Bizim ayda köpçülüğü, mektup okçuları bize anamın cana pensionerdir. Kilozlarında sıvı bir gireriz. Kanda yiyiniz. Tava kanatlandırırız. Kapat veririz. Чыңгыз Атабыздың құдасы Роза Эжекевичтің қайнатасы екен болушы. Бұл болса ошол Роза Эжекенің құдасының қайнатасының айылдашы екен де бірге тұрған екен. Бұл жерде болса менің чоң қайнатам Чыңгызды атқа мінгізіп секретар қылып алған киши ошо Кабылбек деген. Бұл жерде Чыңгыз Атабыздың 1964 жылы администрация қойылған үйіскен, оны қайта бұл жерге қойдық. Төрөкул Атабыздың сөйі қайтадан табылып, айылда ең жақын туғандары бар, қайтадан Атабекке қойып атқандар көрініш десек болады. Төрөкул Атабыздың сүреті, бұл болса өзінің чоң атасы, Кыргыздың ең алғашқы Кыргыз ойындары екен де, бұл еме біз бұл білбей қалып десек болып, әрі бір моғы немесінің өзі арғандай маңын түшіндіреді екен де бұл. Моғы немен өзі. Андан шығары. Төрөкул атабызды жана Төрөкул уулу Чыңгыз атабызды өзүнүн мээримине алсын. Кыргыз эли үчүн, мекенибиз үчүн бул залкар инсаныбыз. Келечек урпак үчүн эбегейсиз чоң чыгармаларды чыгарып, таалим, тарбия берүүчү чыгармаларды чыгарып кетти. Жеке эле Кыргызстан мамлекети эмес, дүйнөнүн булуң бурчундагы адамзаты бүгүнкү күндө атабыздын чыгармачылыгын өз тилдерине которуп окушуп атат. Мына Түрксойдун директору өзү жакында эле биз мамлекетибизге келип, Чыңгыз атабызга Куран окутуп кетти. Мына ошол жерде биз сыймыктана турган жакшы сөздөрдү баса белгилеп кетти да. Биз мына бүгүн эле маалымат алып калдык соц тармактардан. Маданият министрлиги элдер уулу менен сүйлөшүп, ошол Чыңгыз атабыздын жаш бала кезин, ошондой эле чыгармачылыгын тартуу максатында бир көркөм тасма тартыш үчүн аракеттер жасап атыптыр. Бул дагы биздин келечек урпак үчүн, ушул Чыңгыз атабыздын мекенибиз үчүн, келечек урпак үчүн кылган кызматын биз унутпашыбыз керек. Кудай Таалам жүзүңөрдү жарык кылсын, тилеген тилек, ойлогон ниет максатыңарга Кудайым жеткирсин. Сиздерге чоң рахмат. Алла разы болсун.